Ойыншық мылтықпен банктен 25 миллион долларды тонап, жүздеген арнайы полицейлердің қоршауында қашып үлгерген бір қарақшылар тобы бар. Бір қызығы, бұл шынайы оқиға. Одан да қызығы, ғасырлық тонаудың ұйымдастырушысы Арауджо осы фильмнің сценаристі. Ол барлық деталдарды егжей-тегжейлі айтып, және олардың арнайы полицияның көз алдында қалай жоғалып кеткенін қағазға түсіріп, оны киноға түсірді. Кино тез арада хит болып, ақыры банк тонаудан да көп пайда тапқан. Әңгіме темекі тұқылынан басталды. 2006 жылы Арауджо жол жиегінде жаңбырдан тығылып тұрады. Бір өткен көлік оның бүкіл денесіне су шашып, қолындағы темекісін сөндіреді. Лақтыра салып еді. Судың ағысымен бір люк қақпағынан түсіп кетеді. Арауджо басын көтерген бойда, қарсыдағы ең бай Рио банк емес пе? Кенет оның басына бір ой келді де, жердегі қақпақты бойлай жүгіре жөнелді. Әрине бүкіл қаланың ағынды сулары ағызылатын, яғни әр бұрышқа апаратын кәріз ағынын тапты. Ал ол банкке де апарады. Сондықтан оның ойына сұмдық жоспар келді. Ол банк тонау үшін туннель қазамын деп шешті. Бірақ ол мұны өздігінен жасай алмайтынын білді. Бір жақсысы, оның көп танысы бар. Ол тез арада команда құру үшін бірнеше жақсы достар тапты. Бірақ жұмыс күші жеткілікті, ал қаражат қажет. Өйткені мұндай туннель қазу көптеген техника сатып алуды талап етеді. Сөйтіп, жақсы достарының ұсынысы бойынша ол әрі қабілетті, әрі бай кәсіпқой ұры Марионы тауып алды. Ол алғашында Арауджомен жұмыс істеуге әуре болмады. Оны көндіру үшін Арауджо оны банкке апарады. Есігінің алдында рулетканы алдымен кәріз қақпағына салып, содан кейін олар кәрізге барып, рулетканың салбырап тұрғанын тапты. Арауджо нөмірге қарап Мариоға қуанышпен айтты. Estamos a 18 metros de ser millonarios. Acá arriba está el Banco Río. Бұны естіген Марио бірден қосыламын деп шешті. Бәрі жиналып, жоспар құруға кірісті. Алдымен банктың ішкі құрылымын анықтап алу керек. Амалсыз Арауджо камерамен банкке жүгіріп келді де, кірген кезден бастап сатырлатып фотоға түсірді. Осындай дөрекі айқын әрекеті күзетшіні өзіне тез қаратты. Ол Арауджоны ұстап жертөлеге жауап алу үшін апарды. Бірақ Арауджо мүлде үрейленбеді. Бұл оның жоспарының бір бөлігі ғана еді. Өйткені банк қоймасы жертөледе. Тек осылай ғана қалай орналасқанын анықтауға мүмкіндік бар. Жад картасын Арауджо тығып алғандықтан күзетші ұзақ уақыт іздеп, камерадан суретті таба алмады. Күзетші амалсыз кешірім сұрап, Арауджоға кетуге рұқсат берді. Қайтып оралған соң, Арауджо есінде қалғаны бойынша банктың қалай орналасқанын сызып, қойманың орнын белгіледі. Алайда зерттеуден кейін қойманы тікелей қазу мүмкін емес. Олар тек келесі есікте, яғни Арауджодан жауап алынған бөлмеден кіре алады екен. Мәселен, шұңқырды қалай қазу керек? Қазір тек банктың кіреберісіндегі қақпақтан бастап кәрізге дейінгі ұзындығы 18 метр екені белгілі. Енді қақпақтан банк арасын есептегенде ғана Пифагор теоремасы бойынша шұңқырдың ұзындығы мен қай бұрыштан бастап қазу керегін біле аламыз. Алайда оны өлшеу үшін тікелей сызғышпен барсаң күдік тудыратыны сөзсіз. Сондықтан Арекең бір әдіс ойлап тапты. Велосипед доңғалағына бір сызық сызып, содан кейін оны банктың есігіне дейін итеріп апарды. Дөңгелектің неше рет айналғанын санап, оны дөңгелектің периметріне көбейтіп, қақпақтан банк арасы 7,1 метр екенін білді. Қақпақтан жағаға дейінгі ара қашықтық 7,1 метр, кәрізге дейінгі тереңдік 18 метр екені белгілі. Осылайша үш бұрыштың екі тікбұрышты қабырғасы болады. Пифагор теоремасы бойынша гипотенузаның ұзындығын, яғни қазылатын туннельдің ұзындығын есептеу оңай. Барлық мәселелер шешілгеннен кейін олар тоннель қазуға кірісті. Бірақ қазып жатқанда Марио тағы бір мәселе ойлады. Банктың қауіпсіздік жүйесі соншалық, егер осылай банкты қазып кессек, сөзсіз дабыл қағады. Оның үстіне қойманың да есігін аша алмаймыз. Олар мұны естігенде елең етіп қалды. Иә, барлық мәселені шешіп, ал ең негізгілері есте жоқ ой деп ойлады. Бірақ бұл жолы Арауджода ештеңе ойлап таба алмады. Ал Марио ашуланып, менің ақшамды осылай шашып, жасағанымыз құр жұмыс болды ма деп қолын сермеп кетіп қалды. Түнде күйзеліске түскен Арауджо жұлдызды аспанға қарап қызымен жатқан, бірақ қызының бір сөзі оған тосын шабыт берді. Мен неге ұрлауым керек? Мен банкты тонасам болмай ма? Сөйтіп түнде Марионы тауып алып, жолын тапқанын айтты. Қойма есігі түнде ашылмайды, бірақ күндіз ашық қой. Күндіз банкке кірейік. Содан кейін адамдарымыз екі топқа бөлінеді. Бір топ банкке ашық түрде кіреді. Тонап, сақшы назарын тартады. Ал қалғаны жер астынан банкке кіреді. Қоймаға кіріп, сейфті ашып ақшаны алады. Полиция келсе де қорықпаймыз. Олар бұл кәдімгі тонау деп ойлап, бізді алдыңғы есіктен қашады деп ойлайды. Бірақ біз туннель қазғанымызды ешқашан ойламас. Сондықтан біз туннельді банкке кіру үшін емес, қашу үшін қазамыз. Оны естіген Марионың көздері жайнап, ой өзгерсе нарық өзгереді деген осы екен ғой деді. Келесі күні олар ресми түрде әрекет етті. Саусақ іздерін қалдырмау үшін саусақтарына желім жағып, бір команда туннель қазуға барды. Ал екінші команда бетін жауып мылтықпен бірнеше минут ішінде банкты басып алды. Бақылау бөлмесіндегі күзетші мұны көрген соң бірден полиция шақырған. Полиция тез жетіп, банкты қоршап алғанымен қарақшылар мүлде үрейленбеді. Алдымен қарақшылар кепілге алынған адамды қақпадан алып шығып, содан кейін қорқып кеткендей артқа шегінді. Полициялар
қарақшылар оларды қақпадан қашайын десе амалы жоқ екен деп ойлайды. Екінші қадам күзетшіні шығару. Бұл жігіттің қолында мылтық бар. Оны ұстау қауіпті. Ол шықса полицияға қарақшылардың қолында көптеген кепіл адамдар бар екенін хабарлайды. Ал бұны білген олар шабуыл жасамайды. Үшінші қадам камераны жою. Осылай екі жұп қарақшы сәтті қосылды. Олар сөмкеден құралдарды алып құрастыра бастады. Бұл құлып бұзатын машина және құлыпты ашу үшін небәрі 7 секунд қажет. Бұл сейфтердің барлығы жеке меншігінде. Банктер тек басқару ақысын ғана алады. Оларда қанша ақша сақталғанын білмейді. Бірақ тоналған немесе ұрланған жағдайда банктер толық жауапкершілікте болады. Дегенмен бұл сейфтердің кейбірі бос, кейбірі ақша, ал кейбірі алтындар мен әшекейлер болғандықтан кішкене мистери бокс ашқанға ұқсайды. Просто кайф. Ал сырттағы полицейлер бұл туралы ештеңе білмеді. Олар әлі де залдағы қарақшылармен сөйлесіп жатыр. Ал қарақшылар да осыдан ләззат алуда. Әйтеуір олардың ендігі міндеті мистери бокс ашатын екі досына уақыт созу еді. Содан кейін полиция келіссөздер жүргізетін маманды жіберді. Ал Марио онымен қарақшылар жағынан келіссөздер жүргізуге жауапты болды. Бірнеше күн бұрын ол полиция мен қарақшылар туралы келіссөздер бойынша нұсқаулықпен танысып, тіпті актерлік курсқа жазылған. Әрине, ол шыққан бойда полицияны жаман қорқытты. Sácame a toda la gente que está en el techo. No quiero ver un puto rati porque te mato un rehén en vivo y en directo. ¿Me escuchaste? Сарапшы, ептігідік, бұл қарақшы маман ғой деп дереу шатырдағы полицияны шегінуге шақырды. Бұл кезде бір кепілге алынған адам дәретханаға барамын дейді. Бірақ олар басын ауыртқысы келмей оны жібере салды. Ал полиция келіссөздер роль атқарды деп ойлап, шабуыл жасау идеясын бірден тастады. Бұл мистери боксты ашқандар үшін біраз уақытты созды. Бірақ осы сәтте үздіксіз жұмыстан температурасы тым жоғары болып машина жұмысын тоқтатты. Қарақшыны көрдіңіз бе? Олар кемпірді туған күнде барымталап алған. Бірақ қарақшылар оған туған күніне торт дайындап қана қоймай, басқа да барымталанғандарды бірге туған күн әнін айтқызады. Feliz, que lo cumpla Susanita, que lo cumpla feliz. Болғаннан кейін туған күніне сыйлық береді. Қандай сыйлық? Өз қолымен апаны шығарып салады. Кемпірдің риза болып кеткені сонша, сыртқа шыға салысымен полицияға мақтай берді. Қарақшылар жақсы адам екен және олардан қарақшыға 5 жұлдыз қоюын өтінеді. Ал тонаушылардың бұл қимылы полицияны тіке шатастырды. Осы кезде сейфті ашуға жауапты машина тоқтап қалады. Араудж уақыттың таяп қалғанын көріп, дереу артқа шегінуге бұйрық берді. Ал ашылмағаны санаулы еді. Полициямен жұмыс істеу үшін залда тек Марионы қалдырды. Ал қалғандары қоймаға барып, ақша мен алтын құймаларын қаптап, туннельге тасымалдады. Марио көбірек уақыт созу үшін олардың аш екенін айтып, полициядан бірнеше пицца жеткізуге тапсырыс беруін сұрады. Әйтеуір полиция келісе салады. Пиццаны күтіп тұрғанда қарақшылар барлық ақшаны туннель арқылы кәріздегі байдаркаларға аударып алған. Енді шегінуге болады. Кетер алдында Араудж бір қызыл матаны алып, оған барлық қаруларын қойды. Бұл мылтықтардың бәрі өтірік еді. Ал бұл туралы полицияға білдіру керек. Осының бәрін жасағаннан кейін Араудж мен Марио да шегінді. Осы кезде пицца келді. Полиция Мариоға телефон соқты, бірақ ешкім жауап бермеді. Ол ақыры бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді де, бірден адамдарын ішке кіргізді. Әрине, қарақшылар қашып үлгерген. Полицейлер біраз іздегеннен кейін туннельдің кіреберісін тапты, бірақ оған граната байланған. Залдан мылтықтардың бәрі жалған екендігі келіп жетті. Әрине, граната да жалған ғой. Полицейлер бірден туннельге кіріп, қарақшылардың жоғалып кеткенін байқады. Бұл уақытта Араудж белгіленген орынға жеткен. Онда алдын ала дайындалған баспалдақ бар, ал сыбайласы көлікті кәріз қақпағына алдын ала тоқтатқан. Содан кейін бұлар оқиға орнынан жайбарақат қашып кеткен. Полицияға келсек, олар әлі де болса, ойыншық мылтыққа қарап, иесін жия алмай тұр. Қарақшылар оларға бір хат қалдырған. Онда бай ауданда қару қолданылмайды, реніш жоқ, тек ақша ғана, шындық жоқ деп жазылған. Үйге оралған тонаушылар олжаға толы дастарханды көргенде, қолын шапалақтай берді. Олжаны бөлісіп, байлардың өмірін сүрді. Шомылса да алтынмен қапталды. Ал жүзік бір саусаққа бірнешеуі тағылады. Егер әңгіме осымен аяқталса, онда ол ғасырлық тонау болмас еді. Біраз уақыттан кейін бір қарақшы байып, әйелін тастап кеткен. Ашуланған әйелі полиция бөлімшесіне барып күйеуін, сол тонаудағы барымташының бірі екенін айтып, ұрланған ақшаның үй төбесінде жасырылғанын айтып береді. Полицейлер оқиға орнына жедел жетіп, қомақты ақша тапты. Олар тонаушыларды сол жерде қолға түсірді. Әңгіме әлі де біткен жоқ. Өйткені полицияға қалай ұсталуда олардың жоспарының бір бөлігі. Себебі ақша заңсыз. Ал оны қалай заңды қылу маңызды. Олар ойыншық мылтық қолданып, кепілге алынғандарға зиянын тигізбегендіктен және ұрлаған ақшаның көп
көп бөлігі заңсыз ақша, оның бір бөлігін шенеуніктер сыбайлас жемқорлықпен, ал бір бөлігін заңсыз және қылмыстық әрекеттерден тапқан. Оны алуға кім батылы барады? Әйтеуір ақырында 25 миллион доллар тонап, тек 2 миллионы ғана тоналған деп есептеледі. Қалғаны әрине тоналмаған деп анықталады. Сондықтан бұл адамдар қысқа уақыттан кейін түрмеден шықты. Шыққаннан кейін олар қайтадан байлардың өмірін өткізді. Арау Джоға келсек, ол банк тонағаннан кейін көңілі толмай, ақшасын салып, осы фильмді түсіруге атсалысты. Сондай-ақ ол сұхбатында бір айтқаны адамды ойландырады. Мен сейфті ашқан сәтте біздің қылмыстарымыз сейфтің ішіндегі жасырылған қылмыстармен салыстырғанда ештеңе емес екенін білдім.